Сәлем, сенімен бірге дәрігер Аружан. Бүгін мен саған қалай тілді үйренуге болатындығын жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Яғни лайфхактармен. Жалпы кез келген тілді үйренбес бұрын менің тіл үйренудегі мақсатым деген сұраққа жауап бер өзіңе. Кейін соны қағазға толық жазып шық. Мысалға, менің тіл үйренудегі мақсатым саяхаттау, немесе жаңа дос табу, жұмысқа тұру, немесе шетелге оқуға бару деген сияқты барлығын толық ойыңмен жазып шық. Бұл методика тексерілген методика. Содан соң сол мақсатыңды өзің күнде қайталап жүр. Мысалға, тіл үйренуге деген мотивацияң болмай жүреді, көңіл күйің болмаған кезде сол мақсаттарыңнан қарайсың. Менің мақсатым бар еді ғой, мен осындай жетістіктерге жетемін деп мақсат қойып едім ғой, осы тілді үйрену арқылы деген кейін есіңе түседі. Мен осыны қайталауым керек, мен оқуым керек деген. Сол арқылы сенде нәтиже болады. Екінші, аздан үздіксіз күнделікті тұрақты түрде жұмыс жасайтын болсаң, сен міндетті түрде сол тілде еркін сөйлейтін боласың. Бұған бірақ 1 жыл уақыт кетеді, 2 жыл уақыт кетеді. Сенде ең бастысы тұрақтылық болу керек. Тұрақты түрде үздіксіз жасай берші, жасап көрсің. Мысалы, бір нәрсені бізде мысалы тамақ ішу деген күнде жасаймыз ғой. Сол сияқты ол да әдетке айналып кетеді. Әдет ол сенің мінезіңе айналады, ал мінез ол сенің тағдырың. Сол себепте үздіксіз жасап көр. Сондан кейін өзің көресің сол тілді қалай еркін үйреніп кеткеніңді. Үшінші, карточка жаса. Яғни кітапты аламыз, кітаптың бір бетін оқимыз, немесе жарты бетін, немесе бір сөйлемді оқимыз. Оқып шықтық, білмейтін сөздер бар. Оларды алып, қарандашпен белгілеп қоямыз и интернетке жазамыз аудармасын. Аудармасын тапқаннан кейін карточка, яғни қағаздарға жазып, бір бетіне, мысалға, оң бетіне сол үйреніп жатқан тілде, мысалға, орыс тілінде деп алайық. Орыс тілінде жазамыз. Келесі бетінде соның аудармасын қазақ тілінде жазып шығамыз. Егер ағылшын тілін үйреніп, ағылшын тілінде, немесе артына қазақ тілін жазамыз. Когда уже сен карточканы аласың, кейін қазақ тілінде тұрған сөзді оқисың. Келесі бетіне қараған кезде сенде уже келесі бетін кейін ашпай тұрасың, ойланасың. Мысалы, алма деген жазылып тұр. Орысша қалай еді? Орысша яблоко. Есіңе түсті. Оны алып қоясың. Кейін басқа карточканы аласың. Анда стол аю деп жазылған. Аю қалай орысша? Мен есімде жоқ. Бір рет қарап аласың, медведь. Оны келесі жағына қойып қоясың. Келесі қайтадан сол аю деген сөзді 2 сағаттан кейін қайтып аласың, қайталайсың. Алманы кейін оны ертесіне қайталайсың. Аюды қайталай берген кезде солай сен есіңде тез сақталып қалады. Яғни аздан үздіксіз, аздан қайталай беру әдісі арқылы сен есіңде қалады. Сонымен қатар өз-өзіңді сөйлеуді дамыту. Менің сөйлесетін таныстарым жоқ. Егер мен біреумен сөйлессем, олар маған күледі. Сен олардың ойына мән берме. Олардың өмірі маңызды, оларға сенің өмірің маңызды емес. Олар өз өмірін сүріп жатыр. Олар айтады, қояды. Бірақтан сен қазір осы сәтте сол бір нәрсені бастамасаң, сол тілді үйреніп бастамасаң, немесе бір қандай да бір жетістікке, кішкентай болсын жетістікке жетіп бастамасаң, олар саған кейін 10 жылдан кейін все равно күлетін болады. Сен сол кезде тастап кеттің ғой, мен күлген кезде. Сен сол кезде дамытсаң болатын еді ғой, біреудің сөзіне қарамай деп айтуы мүмкін. Сол себепті де ешкімнің сөзіне мән бермей, сен жасап көр. Олар айта берсін. Маған сенің ойың қызық емес деп айт. Сен содан кейін өзің нәтижеге жеткен кезде ғана қайтып сөйлесеміз деп. Енді сөйлесу, яғни разговорный речьті дамыту керек. Сөйлесетін адам жоқ болып жатса, оны өз-өзіңмен сөйлес. Телефонға қара, видеокамераны қос. Менің күнім қалай өтті? Как прошел мой день? Соны орыс тілінде немесе ағылшын тілінде толық айтып шық. Айту арқылы сен біріншіден камераға үйренесің, екіншіден тілді дамытасың. Қателер болуы мүмкін, ол қате барлығында болады. Сен ол тілде
мүлде қатесіз сөйлемейсің деп ешкім саған кепілдік бере алмайды. Сен мүмкін бәрібір қате болады, өйткені ол саған не ана тілің емес. Қандай да бір қателер болады, бірақ ол сенде біраз уақыт өткеннен кейін ол қателіктер мүлдем байқалмай қалады. Сол себепте де оған мән бермей сөйлей бер. Айнаға қарап сөйле. Не істегенің күні бойы, не істегеніңді жазып шық. Мысалға, мен тұрдым, я проснулся. Потом не істедің? Я принимал душ. Я покушал. Солай сөздерді құрастырып жаз. Үйдің ішін сипаттап шық. Сенің қолыңда телефон бар. Телефон деген ол үлкен қару. Сол қаруды дұрыс пайдалана білсең, ол саған пайда алып келеді, яғни тамақ алып келеді. Егер сен оны дұрыс пайдалана білмесең, ол сенің қысқаша айтқанда өміріңнің соңына алып келуі мүмкін. Сол себепті де ол қаруыңды дұрыс пайдалан. Сол қаруыңа жаз интернетке. Бүгін бөлмені қалай сипаттау керек орысша деп. Саған түр-түрімен жазып шығады. Кейін соның өзіңе қарап аласың, бөлмеңде не тұр. У меня комната маленькая, там стоит кровать, стоит книги. Сондай нәрселердің барлығын жазып айта бер. Қателеріңді, өзіңді дамыту бір не деп сана, мүмкіндік бер. Қателесуге өзіңе мүмкіндік бер. Осы, яғни қорытындылайтын болсақ, біріншіден мақсат қой. Екіншіден аз-аздан үздіксіз жасай бер. Үшіншіден кітап оқы. Кітаптағы түсінбеген сөздердің аудармасын ізде. Төртіншіден сол сөздерді карточкаға жазып жатта. Бесіншіден сөйлес, сипатта. Барлық айналаңда болып жатқан нәрселерді сипатта. Сол арқылы сенде міндетті түрде нәтиже болады. Мен оған сенемін. Тек қана алға, назарыңа рахмет. Каналды қолдап, маған сенім білдіргенің үшін рахмет.